Алишердің сөзіне қосыла кетсем, енді біздің тақырып Айгерім, Нұрай, Айдана деген мәселе жабылды ғой алдында. Айгерім жоқ ішінде. Айгерім жоқ. Нұрай басқасын айта бер. Мен тыңдай тұра тұр, иә. Осы мәселе жабылды енді қатысушылар арасында. Бірақ енді бүгін Диора келді. Диораның құлағына сыбырлап, қаяқтан боласың, нешедесің, ондай сұрақтар не қажеті бар? Мен ондай сұрақ қойған жоқ. Қаншадасың деген сұрақ қойдым ба саған? Алишер неге Диорадан ютіп сұрамайды? Неге Саддаулет Ернар сұрамайды? Өткен олар үміткерлерін сыйлайды. Біріншіден. Екіншіден, Алишер мысалы жұбын сыйлайды өзін. Енді екінші мәселеге тоқтала кететін болсақ, мына жақтан енді Нұржан жақтан мүлде жұптыққа қызығушылық көріп тұрған жоқпын. Қыз жағы енді талпынып тырысып, давай бүйтейік, сөйтейік дегенді көріп жатыр қыз жағынан. Ал сен болсан өз жағынан мүлде жұптыққа қызығушылығың жоқ. Осы таныстығымен тоқтайды-ау деген ойда отыр. Бәрекелді, қай жақтан палашқаныңды микрофонды Диораға береміз. Диора өз айтады. Мен сенің қай жақтысың, қаншадасың, жасың нешеде деген сұрақ қойдым ба саған? Сондай сұрақ қойдым ба? Мен қай қалада тұрам, соны. Я, сол Шымкентке келсің ғой, Шымкенттің қай жері деген сұрақ қана қойдым. Мен қай жылғысың, қаншадасың, не істеп жүрсің деген әңгімелер айтқан жоқпын, Айгерім. Сен бір андай бүлік шығаратын қыз екенсің, негізше тек. Жоқ, Баласахан мен бұл жақта мүлде сыйластық емес қой енді өзінің. Жоқ, сен естідің ба әңгімені? Солай жеткіз. Алдында айтқан болатын, қыздарға мүлде жоламаш. Әңгіме қосып айтпа сен. Былайша ушықтырмайық ситуацияны одан әрі. Жоқ, үйтіп енді неге сыйластық танытпайды? Қазір мына жерде басым кетейін деп отыр, қойшы айналайын. Қызға жаным ашып жатыр. Қыз енді қызығушылық. Я, сен мен өйтіп сөйлеспе десем, не рыба, не мясо деп алдында айтқан болады. Заң жүзінде не менің нем? Не в моем вкусе айналайын. Мен қызға жаным ашып тұр да, қызға. Қыз енді былай да көріп жатыр, сен концертке де шақырып жатыр, сен көңілін тауып жатыр, ал сен болсан келесінде эфирде әркіммен флиртовать етесің. Олай болмайды. Жақсы. Олай болмай ма? Мен айта кетсем бола ма? Нұржан. Енді шынымен де асыра сілтеп отыр Айгерім. Мына жерде негізі мен де сұрап жатырмын, жасың нешеде деп. Енді жаңа қатысушы келгеннен кейін кішкене сый құрметпен араласып, танысып дегендей нәрсе ғой, негізі дұрыс түсінбей жатыр да. Бірақ сенікі дұрыс емес, Нұржан. Білем о, дұрыс емес екен, бірақ сәл қосылып жатыр әңгімелер. Жоқ, мына жағынан емес. Жалпы ара қатынаста сен дұрыс нәрсе істеп жатқан жоқсың. Енді мен тыңдасаң, кімге сөйлеп жатырмын деймін да. Айта беріңіз, Дәулет. Енді осындай әдемі қыз келген кезде, Нұржан, сен сыйлап, кәдімгідей көрініп тұр сен ұнататыны, сен жаңағыдай менің болмысымды өзгертпе демей, осындай бір кішкентай ғана өтініш қылды ғой, қыздарға флирт жасама, кішкене артық кетпе деген сияқты. Соларды кішкене тия салып, фокусың бәрін осы қызға арнап, бір айдың ішінде мен сенің орында болсам, осындай сүйсінбеншілікпен маған қараса, мен жұп болып кетеді. Дұрыс айтасыз. Дәулетке жауап бере кетейін енді. Дәулет айтып жатсыз ғой, менікі дұрыс емес екен, мен қазір түсініп тұрмын 100%. Ол үшін мен кешірім де сұрап тұрмын. Ал жұптықтың мәселесіне келетін болсақ, Дәулет, жұптықтың мәселесі ол қазір айтасыңдар сендер жұп боласың, біз жұп болсақ, біз айтқаннан кейін жұп болыңдар деген әңгіме айтасыңдар. Уақытымен келатыр бәрі. Уақытымен ғана келатыр. Мен ол нәрсеге де дайынмын, бірақ қазір уақыты емес ол нәрсенің. Жоқ, Баласахан, мен айтамын да, мына жерде күлкі-күлкімен, ойын-ойынмен Нұржаншы, сен андай бір прикол ұстаймын дейсің да, көп жерде өзің тілінен шалынасың да. Мына жерде енді Ақерке сияқты керемет қыз келіп отырған кезде сен оның ата-анасы көріп отыр деген сияқты сол нәрселерді қатты ойламайсың ба деп айтқым келеді. Тұра тұр, мен айтып жатырмын. Сосын жаңағы осы әтеге істейтін сияқты Баласаханымша, бұл Нұржан әтеге осы Ақерке кезде осылай айтсыншы, осылай талқыланайықшы деген сияқты бір әтеге бір сол теманы бір қыздыру мақсатында ғана істейді деп ойлаймын. Және айта кететін жаңағы Ақерке, сен өзіңнің бір границаңды қоясың ба жалпы Нұржанға жаңағы жоқ олай істеме, маған ұнамайды деген сияқты. Біздер енді Баласахан бір күлеміз, екі күлеміз, үш күлеміз, ол бәрі по-любому бір границаға жетеді ғой, өзінің бір шегі болу керек дейсіз. Иә. Менде просто мен мысалға адамды түсінуге тырысам да, одан кейін біз сөйлескенде ол маған айтты, мен ойнап айттым ғой деген сияқты. Майямен таныстырды, Жәнібек төртеуміз бірге жүрдік та, бірақ та 7 май күні сол көрген сөзімді маған ол түсіндірген жоқ, өмірде айтқан жоқ. Мен былай жасаймын, мен адамға өзгер, мынаны істе деп айтпай, мен просто тыныш қана кете салам. Қазірдің өзінде маған солай сіз қала беріңіз деп ойлаймын да. Мен келдім ғой осы жерде, я. Сіз болмысыңызды өзгертпеңіз деп жатырмын да. Мен кете салайын. Себебі бұл әңгіме уже мен неше рет шығып жатырмын. Сол қайталана береді да. Ол өзгеріп жатқан жоқ. Ол жақтан бір қызығушылық деген мен көріп жатқан жоқпын да. Жақсы көрем деген осы жерде айтқан шығар. Одан кейін болған жоқ ондай. Баласахан, мен айтып кетсем, Нұржан тоқташы. Барыс айта салайыншы. Мен айта салайын қазір, тұра тұр, асықпа Нұржан. Баласахан, мен түсінбеймін да, бағанан бері қатысушылар бір Нұржанды бір бірінші күн көріп отқан сияқтымызды. Негізі бәріміз де білеміз ғой, Нұржан ондай жігіт емес екен. Қалжыңдайды, бір қыздарға бір комплимент ретінде айтатын шығар.
бір мысалы мен Нұржанды іште қалай танимын, сыртта да тура солай танимын. Ал мысалы кім Ақерке сен айтып жатсың, мен кете салайын, үйте салайын, бүйте салайын деген сияқты битке өкпелеп, тоныңды отқа салма дегім келеді. Екеуің күшті жұп шығады, екеуің де жақсы адамсыңдар. Сол себептен өйтіп болмайтын дүниеге бір онда ұрысудың неге қажеті жоқ. осылай жасайды? Сен сөз берші, айналайын, орныңнан тұр да сөз бер. Бұдан кейін ондай жасамаймын деп жатқам, сол нәрсені айтайын деп жатқам. Негізінде Ақеркеге ұнамайды екен ол нәрсе. Енді мен ондай нәрселерді енді жасамаймын бұл жерде. Олай айтып едіңіз ғой, уже ондай әңгіме болды ма? Сол әңгіме жайлы айтылған жоқ. Мен саған сыртта түсіндірдім, әзіл ма, онда болады дегеннен кейін мен ойладым, бірақ мен шектен шығып кеткен екенмін. Қазір түсініп отырмын. Қатысушылардың барлығы айтып отырғаннан кейін мен түсініп отырмын. Енді ол нәрсені жасамауға. Қатысушылар айтқанда сіз түсінесіз, мен айтқанда түсінбейсіз. Сен қазір айтып отырсың ғой оны. Ақерке, қазір эфирдан шыққаннан кейін нан ұстап айтсын, сен апарып Жоқ, мен сөйлескім келмейді осы адаммен. Мен өзімді бағаламаймын осындай арақатынасқа, осындай сыйластыққа. Жетеді ғой, қаншама шыдап келдім. Мен де сені ондай арақатынасқа қимаймын, сен кетіп қалам, мен кете салайын деген әңгімелер керек емес. Сен бұл жерден кетпейсің. Менсіз кетпейсің, екеуміз бірге кетеміз. Балауса ханым, айта кетейінші осы жерде, пожалуйста, өтініш. Ақерке қош келіпсіз. Енді жалпы білмеймін, енді Ақеркемен біраз қыздың жалпы осы жерде келген кезде конфликті болатын еді ғой. Енді білмеймін, енді қатты жақсы көретін қыз ғана өзінің таңдап келген еркегін қорғап, сол үшін басқа адамдармен ұрсады деп ойлаймын. И қыз баласын жаман да, жақсы да қылатын ер азаматы қасындағы. И сен бұл қызды осы күнге дейін халыққа да, басқасына да жаман қырынан көрсеттің всегда. Бұл қыз отырып алып, әрқашан сені қолдайтын, әрқашан сенің сөзіңді сөйлейтін. Бүгін настолько сенде уже сені жақсы көретін адамның саған деген айтатын сөзі да жоқ. Сен саған айтып жатқан пікірлердің бәрін сен айтып жатсың ғой, қатысушылар айтқаннан кейін тыңдап жатырмын деп. Сен ешкімді менсініп отырған жоқсың, Нұржан. Сен ешкім тыңдап отырған жоқсың. Бір барыс қолдап еді, соның сөзіне ілесіп алып, я мен сөз бере салайыншы дейсің. Сөз ештеңе өзгермейді. Сен осы күнге дейін бір букет гүліңді болсын бердің ба бұл қызға? Сол жерде ақ түсінікті, что сен бұл қызды қадірлемейсің, сен бұл қызды ұнатпайсың. Саған просто маған осы қыздан кейін үміткер келмей қалады ма деген ғана сенде қорқыныш бар. Сен сол қорқыныш үшін ғана бұл қыздың уақытын ұстап, өтірік үміт беріп жүрген адамсың. Олай істеуге болмайды. Адам өз ойындағысын айтады, үміткер келмей қала ма деген маған үміткер всегда келеді. Мен жұрттар құсап бір эфирге гүлімді сүйреп әкелмеймін. Сыртта беріп жүрмін. Беріп те жатырмын сыртта. Оны өзіміздің стористарға да салып жатыр. Бұл кісі де салып жатыр. Мен бір для галочки гүл әкеліп беретін адам емеспін эфирге. Сол үшін бір шоқ гүліңді алып келмедің деген әңгімең қате Ақерке. Жоқ, Нұржан, қате емес ол нәрсе. Мүлдем Ақерке, өзіңізден сұрайықшы, сыртта гүл беріліп жатыр ма сізге? Берді, иә. Берілді, сіздерде ол мәселе емес. Ол гүлге дейін даже лучше бірінші мынаны шешіп алайықшы, мысалға өз болмысы сондай ма, сондай адам ба, немесе ол временно мен үшін сабырлы болады, сосын тағы да ішіндегі несі шығып кете ма деп. Жоқ, мынандай ғой негізінде. Мен осы жерде ойнап, әзілдеп, ортада әзілдеймін, бірақ сыртта ешқайсына бір подкаст жасаған адам емеспін мен. Өзі мына жерде жігіттер де біледі ғой, жанымда отыр. Сен кешке аняқа барайық, кешке мыняқа барайық деп айтқан адам емеспін. Тек әзіл ретінде мен комплиментімді ғана айтамын, болды. Одан кейін, бүгіннен кейін ол нәрсені қайталамаймын деп отырмын. Қайта-қайта қазудың қажеті жоқ. Балауса ханым, мына жерде үміткер Ақеркенің сөздерін кішкене түсінгіремей отырмын. Мен енді соңғы күндері Нұржанмен қатты жақын болып араласып, ішіндегісін ақтарып жүрген жігіт еді, қасымда жүріп ше. Енді білмеймін, стримде отқан кезде де былай стористерінен көріп қалсақ та, мен Нұржанға звондап қалған кездерде де жаңағыдай мені неғып еркелетпейсің деп жатыр ғой, ондай мені еркелетпейсің деп мұқтаж болатындай ол жерде мұқтаждық көрген жоқпын. Нормально айтатын нәрселерін айтады. Саған да Ақеркежан айналайын о деп айтады. Мысалға өткенде сен пранк жасаған кезде де жаны ұшып саған звондады, Астанаға кетіп қалайын деп жатырмын деп айтқан кезінде ше. Сол кезде жаны ұшып звондаған болатын. Сондай адам ғой, енді мынандай әңгімеге айтып тұрсың да, басқаларға комплимент айтады деп. Ол не үшін бұл жерде әзіл сөз күлмекке жақсы дейді. Әзілдесіп айтқан нәрсесіне саған отчет беру керек Ақерке. Оразғали, сізден сұрайыншы, сіз мысалға Гүлвирадан басқа қыздарға комплимент айтасыз ба осы жерде? Мысалға жаңа Диора шықты, сіз айттыңыз ба? Маяға айттыңыз ба? Диораға айтқан жоқпын, Маяға да айтқан жоқпын, бірақ сіздің ситуацияңыз сравнение. Мен өзімен салыстырған жоқпын. Сіздің отношениеңіз бөлек, екеуіңіз бөлек адамсыздар. Мен Гүлвирамен бөлек адам. Вот мен онда айтпаңыз вообще. Жоқ, мен көрген нәрсемді айтып отырмын. Неге жақтап отырсыз? Жоқ, жақтап отқан жоқпын. Көрген нәрсемді айтып отырмын. Маған екеуіңіздің отношенияларыңыз, сіз маған әшейін таныссыз. Нұржан осы жерде қатысушы, мен досым болғанмен, екеуіңіздің араларыңыздағы отношения ол өздеріңізге керек, маған түкке де керек емес. Сондықтан мен просто көрген нәрсемді ғана айтып жатырмын. Керек емес болса, онда вообще лучше айтпаңызшы ештеңе. Бір толковый нәрсе айтыңызшы.
Ақерке. Иә, балауса ханым негізі жаңа Ақерке айтып жатыр ғой. Негізі бұл кісінің болмысы сондай ма, или осы жерге келіп өзгеріп кетеді ма деген сияқты. Адам баласының жалпы болмысы, ол деген білмеймін, ол тума біткен дүние ғой, енді білмеймін, оның жаңағы әзіл қойлығы, басқасы, ол тума солай туылған шығар мысалда, күлкілі адам болып та. Бірақ енді бұл жерге келіп өзгеретіні, ол хақ нәрсе, бірақ сырттан мен өзім жеке басыммен айта алмас едім. Нұржан барып біреудің қолын ұстады, біреуге барып подкатывать етті деп. Нұржанның арқасы именно осы студияның ішінде ұстап қалады. Сенің әрекетің, сенің жаңағы басқаларға бір қылмыңдауың осы жерде ғана ұстап қалады. Білмеймін, ол нәрсе андай ғой. Негізі ер азамат қыз баласын сыйласа, құрметтесе, жақсы көрсе, біраз қыздың жалпы бір бабник жігітпен отношениесі болған шығар деп ойлаймын. Ол еркек адам танымастай дәрежеге дейін өзгереді деп ойлаймын. Сенде, значит, андай ғой. Біз бәріміз осы сіз білесіз, сіз менмен де ұрысқан болатынсыз, Нұраймен де ұрысқан болатынсыз. Сол кезде біздің түсіндіргіміз келген нәрсе сол болған. Біз қыз баласы ғашық болған кезде бізде көзімізде очки тұрады да, біз көрмейміз, ал сырттан келіп жатқан әңгіме бізге жаудан келіп жатқан әңгіме сияқты болады. Бірақ біз жанымыз ашып, енді Нұржан да кінәлі емес шығар ол нәрсеге. Бірақ андай ғой, екеуіңізде ең басында отношениенің сізде де Нұржан бұлай істемедеу, Нұржанда да қысылып, Ақерке қате түсініп қалады ғой, бұлай істемейін деген нәрсе болмаған. Сол үшін конфликт осылай деп ойлаймын. Зарина. Балауса ханым, мен мына жерде енді Ақеркенің бір әдемі арақатынасты өзінің арақатынасымен шатастырып, Сержан ағаға айтқысы келген нәрселерін Нұржанға айтып жатқан сияқты болып көрініп жатыр да. Себебі шынымен де қазір қыз баланы көтеріп бір Нұржанды түсіріп тастаған сияқты болды да, нормальный арақатынасты бұзып жатқан сияқты болып тұр. Енді розовый очки киіп, қыздар осындай боламыз деген сияқты. Негізі екеуі бір-бірін түсінетін сияқты сыртта. Просто тек эфирдегі сол қыздарға бір кішкене комплименттер ғана ұнамайтын сияқты. Әйтпесе Ақеркеге нормальный болып тұрған сияқты. Тек осы бақыт тілеп бір қайта жарастырып жіберудің орнына екеуі енді бір-бірі үшін тырысып жатқан кезде сен одан сайын күліп жүрген сияқты болып тұрсың. Енді таныстықты тоқтатамын-ау, үн-түнсіз кетіп қаламын-ау деп Ақерке өзі айтты да. Мен екеуің айырылысып кетіңдерші, что-то екеуің вообще жараспайсыңдар деген әңгіме қозғаған жоқпын негізі біріншіден. Екіншіден енді Сержанға айта алмаған әңгімелер деп тұрсың ғой. Сержанға мен әңгіменің бұдан 10 есесін де айта аламын, бетіне де айта аламын, өзіне де айта аламын. Осы жерде отырып ол жоқ кезде де айта аламын, бар кезде де айта аламын. Мен бір адамнан қорқып, ішімде бір жұтып қалып, бүгін түсінер, ертең түсінер деп жүрмеймін. Бұл жерде просто қыз баласының қателігі ретінде мен ең көріп тұрмын. Қыз баласында мен айттым, Ақерке сенікі де дұрыс емес, себебі сен басынан басап өзің айтқан жоқсың. Маған мына тірлік ұнамайды, маған ана тірлік ұнамайды деген сияқты. Менде де болған отношенияның басында мен де ойбай, бұл еркек кетіп қалса мен не істеймін, мен өмір сүре алмаймын деген сияқты қылып, мен де жұтып қалатын моменттерім болған, көп айтқым келетін сөзді. Бірақ мен одан кейін уже уақыт өте келе түсінгенім, кететін еркек ондай нәрсе болмаса, мысалы қараш, Ақерке ештеңе айтпайды оған, минусын да айтпайды, ренішін да айтпайды. Студияға келеді да мәз болып өзінің қасындағы адамын жақтап отырады. Сондай қалыптағы қыздың өзін жарытып жатқан Нұржанды көріп тұрған жоқпыз. Сол үшін мен сондай пікір айтып тұрмын. Жақсы, менің түсінгенім негізі сіздің айтып жатқан. Мысалы, сен де көзің мысалы енді ашылып жатыр ғой. Сен уақыт өте келе деп жатсың да, сен қанша жұп болып үйленуге бара жатқан кезде сен кәдімгідей көзің ашылып жатыр да. И сол бір нәрсені посыл қылып айтып жатқан сияқтысың, просто болды. Жоқ, шын өзім пікірім бұл. Жақсы, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.